осы залда отырған көп деген әкелеріміз бар. Сол кісілер мықты болды ма деп ойлаймын кезінде. Заманның түк жоқ уақытында 91, 92, 93 жылдары дастарханға қоятын үйде тамақ жоқ. Сонда үйге спокойно кәдімгі 3-4 еркекпен үйге кіріп кетеді бүйтіп. Шай қояды. Сол білет үйде ештеңе жоқ екен. Бірақ келіп тұрады да шай қойды. Жеңгемізді көрсең сол кездегі аналарымыз қандай еді? Не қоям мен, не қоям, не қояйын деп айтып, кімді алып келдің деп. Қой еді. Бірақ әйтеуір білмеймін, қайдан тапқан білмеймін. Ол кезде магазинде жоқ, түгі жоқ. Бірақ дастарханның үстін толтырып қоятын. Вот сол кездегі жеңгелеріміз, әкелеріміз қандай еді. Қазір дүкенде толып тұр, дастархан толып тұр. Үйге бір адам алып келетін болсаң, әйеліңмен ақылдасасың. Онсыз әкеле алмайсың қазір. Кәдімгідей, әйеліңе кәдімгі бір директордың кабинетіне кіргендей приемда отырасың. Ана сөзді бүйтіп әкеліп жақында бір күйеуге шығайын деп атқан қыз ұқсап. Әзер жеткізе алмай бүйтіп отыр айтасың. Не ғой? Сосын ана жігіттің бүкіл характеристиканы айтып бересің. Не болса да мақтасаң әйтеуір шансы көп қой деп жаңағы. Баяғыда бірге оқыған бір Мұрат деген жігіт бар еді. Екеуміз бірге оқыдық, бір класста бірге оқыдық, бірге отырдық партада. Сол жігіт Астанаға келіп қалыпты, жаңа звондап жатыр. Үйге шақырып жіберсек, тек ойлап отырғаным ғой енді. Кім ол? Кластасым ғой, просто енді. Ұятта уже. Шақырып жіберейік. Мен уақытым жоқ оған дастархан жайып жүретін. Қазір анау-мынау дастархан жайға ұят қойын, дұрыстап. Келесі келгенде дұрыстап шақырамыз. Сосын жүресін арадан қашып. Телефоныңды көтермей. Өшіріп тастайсың. Досыңнан қашып жүрсің да. Амал жоқ аласың кей кезде бейді. Алло? Өтір как бұд білмеген сен. Да. О, Мұрат, қалың қалай? Қайдасың сен? Астанадасың ба? Мен Алматыға кетіп қалдым ғой. Ертерек айтқанда, қалатын едім ғой сен үшін. Үйге баршайшы деп қойды. Біледі оның бәрі бармайтын. Келесті бір ертерек айтып қойсайшы. Қош келдің, дұрыс деп қоя салады. Кейбірлер бар, бүйтіп тұрады. Алло? Сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Айтшы. Сен қайдасың деп. Сөйтіп тұрамыз да. Өйткені қазір мен ойлаймын, әйелдеріміз үйдің ішінде басқарама деп қалдым да. Әйелдер басқарады, оны жасыратын ештеңе жоқ ма? Андемес? Иә. Жаңағыдай үйімізге қонақ шақыра алмасақ, ол точно сондай ғой. Бұрындары мына жігіттер айтып жатыр ғой, бала деп. Қазіргі бала келіндердің оружиясы ма деп қалам. Үйге келін болып түскен кезде керемет кәдімгі бала өмірге келгенше сол үйдің келіні болып жатыр. Сәлематсыз ба, ата? Сәлематсыз ба, апа? Шай ішесіз ба, ата? Шай ішесіз ба, апа? Не істейсіз, ата? Не істейсіз, апа? Басы сәлем салғанда патологқа емес жерге тиіп атады кәдімгі. Атасы мен әжесі отады, не деген келін, мынау керемет қой шіркін деп жаң. Бала дүнияға келет, ана келін өзгеріп кетеді сразу. Уже аузынан мынандай сөздер шығады. Если что, мен кетем деген. Сол сөзбен уже күйеуін қаратып алады өзіне. Күйеуі қарап қалады. Кетпеш жаным, кетпеш. Уже бөлмесінен бүйтіп шығып келе жатады. Банағы сәлем жоқ. Атасы мен әжесіне сәлемет. Екінші бала дүнияға келет, енесін қаратып алады. Енесі сол келінге қарап қалады. Сен іштен айтпа, аузын жауып жайды. Бар, кетші, жұмысыңа бар, не дейсің оған, кетші бар. Аны үйге кәдімгі сен келін болып түскен секілді қаласың бар ғой. Үшінші бала дүнияға келет, атасын қаратып алады. Төртінші бала дүнияға келе ме, сол әулет ағайын туысымен сол келінге қарап қалады. Келін үйдің ішінде генерал. Уже таңертең тұрғанда атасымен жаңағы әжесі сәлем салып жатады. Қалайсың қызым, амансың ба екен? Жата бер қызым, жата бер. Өзіміз құйып ішеміз. Баяғыда сол ішіп жүрдік қой, өлмей ақ салды. Үйде бір қуаныш болатын болса, келін отырады бейді. Мына жақта бүкіл бала шаға, бүкіл ата әже бәрі ақылдасып отырады. Келінге айту керек. Барып айтсай жаңа келінге, не істейміз?
Біреуің барып айтыңдар, ішінде әйтеуір духы бар біреу барады. Келін айналайын, не істейік біз? Білмеймін ата, білмеймін. Бірдеңе істесеңдер сөздерің. Ладно, істеңдер деп жатыр, істеңдер деп жатыр, бірдеңе істеңдер. 5-ші бала дүнияға келе ме? 5-ші бала, ана келін уже ойланады екен. Енді мені 5 баламен кім алады дейсің деп қояды. Как көт 4 баламен өтіп кететін секілді. 1-2 бала деген үйдің алдында, есік алдында тұрған чемодан секілді. Ұстап кете береді, сосын қорқамыз. 3-4 бала болса, кішкене шанс бар қалады деген. 5-6 бала болса, қайда барады ол? Бір машинаға да сыймайды, 2 машина шақыру керек. 7-8 болса, автобус керек болады оған. Сондықтан да жігіттер, жас жігіттер, үлкен буын ағалар, жаңағыдай үлкен әкелеріміз секілді, үйге уайымдамай қонақ әкелем десең, үйдің ішінде еркін жүрем десең, қазір минимум 5 бала бол керек екен. Если что, мен кетем деген. Сол сөзбен уже күйеуін қаратып алады өзіне. Күйеуі қарап қалады, кетпеш жаным, кетпеш, кетпеш жаным, кетпеш, кетпеш жаным, кетпеш, 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 кетпеш. Уже бөлмесінен бүйтіп шығып келе жатады уже. Банағы сәлем жоқ, просто атасы мен әжесіне сәлеметсіздер. 2-ші бала дүнияға келеді, енесін қаратып алады уже. Енесі сол келінге қарап қалады. Сен іштен айтпа, аузын жауып жайды. Бар, кетші бар, жұмысыңа бар, не дейсің оған, не дейсің, кетші бар. Ана үйге кәдімгі сен келін болып түскен секілді қаласың бар ғой. 3-ші бала дүнияға келеді, атасын қаратып алады. 4-ші бала дүнияға келеді, сол әулет ағайын туысымен сол келінге қарап қалады. Келін үйдің ішінде генерал. Уже таңертең тұрғанда атасымен жаңағы әжесі сәлем салып жатыр. Қалайсың қызым, амандасың? Сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың, айтшы. Жоқ, сен қайдасың деп сөйтіп тұрамыз да. Өйткені қазір мен ойлаймын, әйелдеріміз үйдің ішінде басқарама деп қалдым да. Әйелдер басқарады, оны жасыратын ештеңе жоқ, анда емес, иә. Жаңағыдай үйімізге қонақ шақыра алмасақ, ол точно сондай ғой. Бұрындары мына жігіттер айтып жатыр ғой, бала деп. Қазіргі бала келіндердің оружиясы ма деп қалам. Үйге келін болып түскен кезде керемет кәдімгі бала өмірге келгенше сол үйдің келіні болып жатыр. Сәлеметсіз ба, ата? Сәлеметсіз ба, апа? Шай ішесіз ба, ата? Шай ішесіз ба, апа? Не істейсіз, ата? Не істейсіз, апа? Басы сәлем салғанда потолок емес жерге тиіп атады кәдімгі. Атасы мен әжесі айтады, не деген келін мынау керемет қой жүрген деп жаңа. Бала дүнияға келеді, ана келін өзгеріп кетеді сразу. Уже аузынан мынандай сөздер шығады. Бастасым ғой, просто енді ұятта уже. Шақырып жіберейік. Мен уақытым жоқ оған дастархан жайып жүретін. Қазір анау дастархан жайға ұят қойын, дұрыстап. Келесі келгенде дұрыстап шақырамыз. Сосын жүресін арадан қашып. Телефоныңды көтермей. Өшіріп тастайсың. Досыңнан қашып жүрсің да. Амал жоқ, аласың кей кезде бейді. Алло? Өтір как көт білмеген сен. Да. О, Мұрат, қалың қалай? Қайдасың сен? Астанадасың ба? Мен Алматыға кетіп қалдым ғой. Ертерек айтқанда, қалатын едім ғой сен үшін. Үйге баршайшы деп қойды. Біледі оның бәрі бармайтын. Ертерек келесті бір ертерек айтып қойсайшы. Қош келдің, дұрыс деп қоя салады. Кейбірлер бар, бүйтіп тұрады. Алло? Сен қайда? Осы залда отырған көп деген әкелеріміз бар. Сол кісілер мықты болды ма деп ойлаймын кезінде. Заманның түк жоқ уақытында 91, 92, 93 жылдары дастарханға қоятын үйде тамақ жоқ. Сонда үйге спокойно кәдімгі 3-4 еркекпен үйге кіріп қайтады бүйтіп. Шай қояды. Сол білет үйде ештеңе жоқ екен. Бірақ келіп тұрады да шай қойды. Жеңгемізді көрсең сол кездегі. Аналарымыз қандай еді? Не қояйын деп айтым, кімді алып келдің деп. Қой. Бірақ әйтеуір білмеймін, қайдан тапқан білмеймін. Ол кезде магазинде жоқ, түк жоқ. Бірақ дастарханның ішін толтырып қоятын. Вот сол кездегі жеңгелеріміз, әкелеріміз қандай еді. Қазір дүкенде толып тұр, дастархан толып тұр. Үйге бір адам алып келетін болсаң, әйеліңмен ақылдасасың. Онсыз әкеле алмайсың қазір.
кәдімгідей әйеліңе кәдімгі бір директордың кабинетіне кіргендей приемда отырасың. Ана сөзді бүйтіп әкеліп жақында бір күйеуге шығайын деп отырған қыз ұқсап. Әзер жеткізе алмай бүйтіп отыр айтасың. Не ғой? Сосын ана жігіттің бүкіл характеристиканы айтып бересің. Не болса да мақтасаң әйтеуір шансы көп қой деп жаңағы. Баяғыда бірге оқыған бір Мұрат деген жігіт бар еді. Екеуміз бірге оқыдық, бір класста бірге оқыдық, бірге отырдық партада. Сол жігіт Астанаға келіп қалыпты, жаңа звондап жатыр. Үйге шақырып жіберсек, тек ойлап отырғаным ғой енді. Кім ол? Кластасым ғой.